Селем алейкум, урметлі серджілер, бу UATV студияда Украина хаберлері. Бүгін августның 11-і жұма күні. 2 ай аписте қмеждетінің сақты махкемесі Хизбут Тахрир іші бойынша кечкен 5 инсанын тевқиев мұддеттіні ұзаттырды. Вебюслерге юзлерже инсан қол тұтмаға келді. Имеежелерінің дегені кебі қырымлыларының дінли мен сүліп бойынша тақип әтелер. Чүнке олар ислам динini күте. Оларға қаршы ішінің қалплығыны былтыр февраль айында әттелер. Шыны қайдетмек керек ке Русияда Хизбут Тахрир террористик тәшкілат оларақ танылған. Так как человек обвиняет. İnsanны қабатлайлар. Onun қабаты испатланылмаған. Ama o әнді келепчелерде отура вебокста. Bu bizim erkeklerimizin itibarını düşürüyor. Нет никакой перспективы судебной. Bu işnin istihbalı yok. İnsan hakları boyunca mahkemege malumat toplayımız. Apiste gayet uzun vakit devamında sebepsiz tutalar. Сервер Караметовға Қырым Ижғалже махкемесі екінші үкімні чықарды. 10 күнлік тевқиф. 76 яшында Қырымлыны августның 8-інде тұтып алдылар. Она $200 мегдарында пара жазасы берілді. Екінші прокатолға бинаян еслі башлы инсанның полицияға қаршылық маддесі бойынша қабатлайлар. Ижғалже махкемеде иш бір қач саат девамында музыкере етілді. Топлашывға для ежелеріні кірсетмеділер. Мы прибыли на оглашение. Mahkeme kararının bildiruvine geldik. Bizni territoriyaga bile kırsetmediler. Kanuniyetsizliktir. Memurlar kanunu kaba surette boza. Киевде сентябрьнің бір уч күнлері арасында Қырым кележегі екінші халқара яшылар форумы кечірілежек. Иштиракчыларыны уч күнлік мұндырежелі мұнақаша, белі экспертлерден тренинглерве, яны инсанларнен тынышув, тежіребе пайлашыву беклей. Аризаларны августның 9-на қадар қабул әттілер. Тәфсилатларны Фейсбукта форум тешкелячыларының сайфесінде огренмек мүмкін. Украина тыш ишлер назерлігі ешғалетілген Қырымда инсан ақларының бозылуы қанда білдіре. Русия ешғалжа кемиеті милли мен сүплік бойынша украинлерге қаршы репрессияларны қолана. Назерлікті дейлер ки, қабатлы шақысларны месулиетке чекеджеклер. Киев илері деді ярымаданын азат етілмесі үшін зарури әрекетлерні етежек. Уч халк бір тамыр. Украина хабер сиясеті назерлігінде чыққан ичтимаи рекламаның шары. Мақсады Қырым-татарлар, Қарайве, Қырымчаклар еле таныштырмақтыр. Оларның ақында телеканалларда Украина елчіханелері ве четелде видеороликлерні көстережеклер. Компанияны дүнияның тамыр халқларының халқара күнініне бағышлайлар. Чершембе күні Киевде Қырым ақшамы кечті. Анда Қырым-татарларының тарихы ве бенедениеті қында серга açıldı. Це вже другий рік фактично. Екінші сене девамында бумев зону көтереміз. Қырым-татарлар, Қарай қырымчықларының кем олғаныны көстереміз. Сон келерінің тек бір қачбені қалды. Қырым-татарлар бүгін Қырымда Украин тарафы тұтқаны үшін қатты айрымларға оғраған халықтар. Оларны аселет йоқ етмеге тырышалар. Ве Украина үшін бірінші невбетте тұрған вазифе бұл халқны сияси ноқтайы назардан қорчаламақтыр. Кубайнде Қырым энергосистемасының дестігі үшін вақтынжы ярық сөндірілежек. Бұ қарарыны Краснодар диярының акимиеті чықарды. Еминлер, бұның саясында ярымадада ярықның пылнаштырылмаған суретті сөндірілмесінің оғыны алмаға мүмкін олар. Регионда ишықны ақшам сөндірежеклер. Елінің 28-інде Қырымның бұйық шәрлері электриксіз қалды. Әмді Краснодар диярының бір қач районы. Энергокөперінің бұтын дорт епінің сөндірілмесі қазайы автоматиканың çalışып башлағаны себебінден олды. Русия энергетика назерлігінде дейлер ке, абының зияде sıcak олмасы қазаға себеп олды. 16 қабаржыны яқаладылар $1 миллион мұсадере етілді. Украинаның қабаржылыққа қаршы милли бюросы бұл сене бірінші ярысында етілген ішінің әсабатыны азарлады. Шымдына бұл 370 ішіні азарлаған. 120 инсанға қаршы қабатлы еже екінші қарылды. Бұны бюро мүдері Артем Сытник білдіре. Оның сөзлеріне көре бюро фаалиетінің саясында $5 миллион мегдарында зиян тахмин етілді.
Украинада шымды тұқынмас инсан yok. Қабыржылы қыле бағылы ұқуқ бозувларыны, etken herkes, yakalanacağını anlamalı. Nasıldır bir kuç, nasıldır bir siyasi firkalardan, işki tişatına tesir etemez. Bu insanlarga nisbetten alınған hareketlerge tek kanun tesir etebilir. Украина кимиеті Ахтем Чийгоз ве Кремльнің дигермі бюслеріні азат етмек үшін әршейні япа. Бұны Фейсбукта президент Петро Порошенко язды. Шыны қайд етті кем Чийгознын махкемеджі сон кинутқу Москваның ватаныны қоруған Украин ве Қырым татарларға қаршы алып барған махкемелерінің жинайы табиатыны акисеті. Хатырлатам, Қырым татар милли меджлесі рейсінің муавины Ахтем Чийгоз февраль 26-сы ішінің баш иштиракчысыдыр. Русия ішғалжелері оны Қырым юқары радасы янында митингіні тешкіл еткенінде қабатлай. Чийгознын үкмі сентябрінің 11-інде белі олacak. Сонки ярым ел içinde 100'den ziyade kabarcı yakalanıldı. Cinayi mesuliyetke 470 insan çekildi. Bunu Ukrayna yukarı mahkemesinde bildireler. Mahkum etilgenler arasında esasen politsiya xadimleri ve arbiylerdir. Jenkeverlerge karşı ameliyat zonasından sonki haberlerden başlayımız. Rusya ücretli askerleri tarafından atışlar biraz tındı. Gün devamında jenkeverler sulh rejimini 15 kere bozdu. Esasen düşman hafif silah ve granata atıcılarını kullandı. En kergin kısım Lugansk tarafı. Anda jenkeverler Stanitsa ve Şasya kasabalarına ucum etti. Donetsk vilayetinde Talakovka ve Vodenoyge ateş açtı. Deniz yalısındaki sınırga. Neticede bir Ukrayna arbiyi yaralandı da biri Piski kasabası yanında patlaf aletine basıp elak oldu. Також варто додати, що Шуны kaydetmek gerek ki, elimizde olgan malumatка көре. Vaqtınca işgal etilgen territoriyalarda yerli jenkeverler jinayi teşkilatlarda iştirak etmekten vazgeçmege başlay. Rusya arbiyleri ile kıyaslasak, yerli ücretli askerlerge da az para töleyler ve yerli eyalenın binalarına tarik etişlerini açmağa mecbur eteler ve aynı şu ücretli askerlerini birinci nevbette sınırlaf yolağındaki sıcak noktalarga yollaylar. Жебе янында yaşagan балаларының да бір тақымым денізге yol aldı. Bu sefer Donetsk vilayetinin Konstantinovka şehrinde Tatillерні Хайрия fondu ve vaqtınca işgal etilgen territoriyalarının meselelerinden nazirlik teşkil etti. Talebeler 10 күнге кетті. Vilayet yolbaşçısı Pavel Жебриевский'nin aytqаны kebі, balalar insanlarının dünyada nasıl yaşaganını көрмек ve Ukrayna'nın nasıl olmak gerekligini bilmek gerek. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Daha çok haberlerini sizler Ukrayna Forum saytında okuy bilesiniz. UA TV ile olunuz, sağlıkla kalınız. Görüşkence.